Ей, тоқта, не болды? Кешірім сұрау жоқ па? Көзінде көрінбейді ғой. Не болды сонша телефонға ештеңке қылмаған ғой? Бірдеме болғанда ше, жасын алып берер едің бе? Бір телефонға сонша аңғайды, не ол? Мүлдем ұятым жоқ қой. Келші бір сазайынды берейін. Эй, теперь булар, не чего вы дерете? Вы жадайсыз. Ногу бастаған. Қатты соғып жердім ау. Өзінде тыныш жүрмесін. Ертең ата-анасы келіп қалады. Дайындал. Лучше пойдемте в больницу, узнаем, как Элеонор себя чувствует. Жүріңдер. Дұрыстап сеңдер, дұрыстап! Давай! 16, 17, 18. Досым, осымыз дұрыс деп жатырмыз ба? Ненің дұрыс, ненің бұрыс екен қайда? Бірақ бұл маған ұнайды. Тыңдамай сеңдер. Енді ұнайды деп басқаларды қайнап жатқан сияқтымыз. Қош осың, аналарды санасай. 21, 22, 23. Аян, әдебиеттен тапсырманы орындадың ба? Сол орындайын деп кітапты қарап отырмын ғой. Өзінше, орындап қойған қысайсың ғой, жүрсің жайды. Орындаған жоқ, тіпте бастаған да жоқ. Ата-ананың қадірін білу дегенде нені айтуға болады? Айтыңдаршы, еш басым жетпей жатыр. Ата-анаңсыз бір күн өзің қалғасын ба? Жоқ. Ой, сен ата-анаңа жабып жүретін сияқтысың ғой. Ата-анаңның қадір деген олар жоқта өз бетіңмен тірлік істей алмайсың, қиналасың, сағынасың. Сосын Жылайсың. қойшы, ондай емес шығар. Ата-анаңсыз қалатын досыңның, туысқанның үйіне барып қарасай, сөйтіп түсінесің, ата-ананың қадірі деген не екен. Рас па? Иә, сосын үй тапсырмасына әдемет жазасын. Басқа жол жоқ па, қадірін білетін? Енді оны ойлану керек. Тездетіп, тапсырманы орындайық. Әйтпесем, кітапханашы апай бізге жаман қарап отыр. Біз анализдердің қорытындысын толықтай қарап шықтық. Балаңыздың ми бөлігінде қатерлі ісік табылды. Тездетіп, ота жасатпасақ болмайды. Не дейсіз? Мүмкін анализде қателесіп тұрған шығарсыздар. Жоқ, бәрі рас. Тездетіп ота жасасайық. Отаны қалай жасаймыз? Кім жасайды? Портал арқылы жасатуға болады. Бірақ көп уақыт жоғалтамыз. Кезексіз жасауға болмай ма? Сіз сияқты ата-аналар өте көп кезегін күтіп тұрған. Олар да өз уақытын күтуде. Сондықтан да сізге ең тиімдісі отаның ақылы түріне жүгініңіз. Ақылы? Иә. Сонда қанша болады? Әрине. Оңай ақша емес. Бірақ порталды күтетін болсаңыз, көп уақыт жоғалтамыз. Сондықтан да отаның ақылы түріне жүгінейік. Сәттілік. Ойындамаңыз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме, балалар?
қалайсыңдар? Біз Элеонордың класстасымыз. Мы пришли его проведать. Я, бірақ біз бәрін естідік. Біз ойлағаннан басқаша екен. Әпке, бұның бәрі мен кезім. Егер мен Элеонормен төбелеспегенде бұндай болмаушы еді. Балақай, осылай болған дұрыс болды. Қайта бәрін уақытында білдік. Әйтпесе Элеонордан айырылып қалатын едік. Сенің кесіріңнен емес. Теперь вы будете делать операцию? Операция жасау керек. Бірақ ақшаны қайдан табарымды білмеймін. Уайымдамаңыз. Элеонор өте жақсы бала ғой. Ақша міндетті түрде табылады. Рахмет, балалар. Ниеттеріңе рахмет. Бара қойыңдар. Жарайды, сау болыңыз. Друзья, как насчет того, чтобы помочь Элеоноре заработать деньги на операцию? Жақсы ой ғой, ақшаны қайдан табамыз? Идемте в школу, там может подумаем. О, мұнда не болып жатыр? Ақша табуды үйрететін сендер ма? Сендердің көмектерің қажет. О, қандай көмек ол тағы? Сейчас немного подождите, пусть люди соберутся, потом уже скажем. Бізде ақша табуды үйренгіміз келеді. Мы не будем учить. Не? Біз үйретпейміз дейді. Онда неге ақша деп жазып қойғансыңдар? Мынау не? Мешіндерді қазір бүйтемін. Енді бізге ақшаны тез табатын балалар қажет. Үлкендер таппай жүрген кезде біз қалай табамыз? Болды ма? Тезірек бастаңдаршы. Неге шақырдыңдар? Друзья, вы слышали насчет нашего одноклассника Элеонора? Он сегодня попал в больницу из-за несчастного случая. Элеонор деген ғана түсіндімші. Жаңа ауруханаға хәлін сұрауға барғанбыз. Элеонор қауіпті жағдайға шалдығыпты. Соның отасына ақша қажет болып жатыр. Егер келесі апта ота жасамасақ, тым кеш болады. Оның бізге не қатысы бар? С точки милосердия давайте поможем ему, чем сможем. Потому что мы, если будем вместе работать командно, то мы сможем спасти человеческую жизнь. Ақша дейсің бе? Почему ты постоянно прикалываешься надо мной? А? Не? Ананың қадірін түсінгің келе ме? Түсінбедім. Амелия, біз көмектесеміз ақша табуға. Қолымыздан келгенше ақша жинап береміз. Солай ма? Аян, Айбар? Я... Батыр, бізде көмектесеміз ба? Не істейміз? Жарайды, амал қанша. Біз келістік. Спасибо, друзья. Вы вносите свой вклад в спасение человеческой жизни. Теперь давайте подумаем, как будем дальше зарабатывать деньги. Біз өзіміз білеміз, ақшаны қалай табуды. Ал сендер өздерің іздене беріңдер. Біз де өзіміз білеміз онда. Бастысы ақшаны әкелеміз. Сәлем. Амелия, сендер Элеонордың еміне ақша жинап жатсыңдар ма? Иә. Мен ол оқиғада өзім жаман қатты кінәлі сезіндім. Қой олай деме. Бұл да дұрыс болған шығар. Жүр оданша қалай ақша жинайтын ойластырайық. Это доказывает, что ты очень хороший человек. Молодец. Нет. Жүріңдер. Ата-анаңнан ақша сұра. Әр нәрсені жібермеймін, ақшаны немде. Бар ойыңда ақша табуға жұмса. Ақша табу мен ата-ананың қадірін білудің еш ұқсастығын көрмей тұрмын. Ой, сен де бір. Бірінші табыстай, сосын айтасың. Қазірше тамақ ішпей, ата-анаңнан соның ақшасын сұрап ал. Мен аш қаламын ғой. Үйінде тамақ жоқ па не? Кафеге ақша құртпа. Я үйіңнен тамақтан кафеге құртқан ақшаңды өзіңе алып қой.
өздерің жеп тұрсыңдар ғой. Сендер де үнемдемейсіңдер ме? Бар. Кет. Мамам күтіп қалды. Айбар, не жейсің? Мен ештеңке жемеймін, қарным тоқ. Жемейм деген несі? Қан, тапсырыс бер. Рас айтып тұрмын, ештеңкеге тәбетім жоқ. Сен ауырып тұрған жоқсың ба? Қан, келші. Сенде бәрі дұрыс па өзі? Бәрі дұрыс. Тек осы ақшаларды маған беріңіздерші. Кафеге құртпай қояқшы, анашым, өтініш. Сен не, есепші болайын дегенсің бе? Ақшаны үнемдейтін болыпсың. Жоқ әлде шыныңды айтшы. Мектепте біреу қорқытып жатыр ма? Жоға, ешкім ештеңке жеген жоқ. Өзім ақша жинап үйренбекпін. Ақылың кірейін деп тұл сенің, е? Енді осылай аш кетесің бе? Үйде тамақтанамын. Сен үйде тамақтанбайсың. Одан да осында тамақтанып кет. Ақшаны да берермін саған. Даяшы, тамақты алып келесіз бе? Мам, у меня к вам одна просьба есть. Какая? С сегодняшнего дня я буду мыть полы и буду мыть посуду. Но при этом вы должны мне платить. И сколько? За посуду 1000, а за дом убирать 5000. Немало? Ну да, мало, но вы можете добавить. Посмотрим. Начинай. Балам, ешкім ауырмайды. Бәрі жақсы болады, е? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Нұрмұхамед? Сіз кімсіз? Менің анам. Иә, мен Нұрмұхамедтің анасы едім. Жағдайды естідім, балам барлығын айтып берді. Сізден кешірім сұрауға келдім. Мен Нұрмұхамедке бәрін айтқан едім. Сіз де әуре болмаңыз. Жоға, ешіктен әуре болудың қажеті жоқ. Шипасын берсін, балаңыз ең бастысы айығып кетсін. Балам, шыға тұрасың ба? Шынар ханым, дәл осындай жағдай басқа баламен болған күнде де мен келіп көмектесер едім. Ал мынау аз да болса, дәрі-дәрмегіне кішкене болса да көмек ретінде ниетімізді қабыл алыңыз. Ой, неменеге әуре болдыңыз? Жоқ, алыңыз, қажетіңізге жаратыңыз. Ешқандай ұялудың қажеті жоқ. Рахмет. Бұл жақсылығыңызды қайтарамын. Жазылып кетіңіздер. Жазылып кет, балақай. Жарайды онда, жақсы. Мен барайын. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. рахмет Тағы да сізге. кешіріңіз. Рахмет сізге, үлкен рахмет. Менде ақша жоқ. Өз еркіңмен бересің ба? Әлде сен сілкейік па? Рас айтам, менде ақша жоқ. Көрейік қанша ақша түсетінін. Неге бізге өтірік айтасың сен? Кеше мен ақша үнемдедім. Қанша шықты? 5000 теңге. Ол жетпеді. Сенде шаян. Менде 2000. Менде 3000 ғана. Тағы да көп ақша жинау керек. Ата-аналарымыз ақша бере бермейді ғой. Не істейміз? Жұмыс істейміз ба не? Мүмкін дүкенге сатушы болармыз. Достар, мынаны қараңдар. Мына блогер бір науқасқа ақша жинап жатыр. Біз де осылай желіге шықсақ қайтеді? Біз жұлдыз емеспіз ғой, бізді ешкім көрмейді. Мүмкін сол блогерден сұраймыз, бізге көмектеседі сборды ашып. Жақсы адам сияқты ғой? Табылған ақыл. Бәріне көмектесіп жатыр, бізге де көмектесер. Кет. Қарай. Әне отыр. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Сіз блогерсіз бе? Иә, ачо. Біздің досымыз ауруханаға түсіп қалып еді. Соған сбор ашып ақша жинап бере аласыз ба? Өтінеміз. Жарнамаға қанша бересіңдер? Жарнама? Е? Менің қаншама энергиям, уақытым кетеді. Оның ақысы болу керек қой. Короче, алдын ала ақысын төлейсіңдер. Сосын мен сендердің достарыңа халықтан ақша жинап беремін.
Ей, тоқтаңдар. Жарайды, былай істейік. Мен сендердің достарыңа сбор ашып, ақша жинап берем. Бірақ оның 20% менікі. Жарайды, келістік. Бірақ оны 1-2 күнде жинап бересіз. Иә, досымыздың отасы келесі аптада. Болмаса, келістік. Қане, неге тұрсыңдар? Кеттік, достарыңа барайық. Осы балалардың ата-анасы қайда қарап жүр, шақыртыңыз. Балалар, сендерге не болған? Неге бұндай әрекетке барып жүрсіңдер? Ақша не үшін қажет болды сендерге? Не жетпей жүр сендерге? Әлде бірі бопсалап жатыр ма? Әлде тығылып шегіп жүрсіңдер ма? Жоға, олай емес. Енді не? Төменгі сыныпта Элеонорды естіген боларсыз. Біз соның отасына ақша табуға көмектескіміз келген. Сол баланың ата-анасы сендерді мәжбүрледі ме? Солай болған сияқты ғой. Таяқ жеген баланың ата-анасын тез шақыртыңыз. Элеонордың анасының кінәсі жоқ. Біз өзіміз көмектескіміз келген. Мына балдар өз бетімен бұндайға бармайды. Үйреткен, шақыртыңыз. Бізді кішкентай деп менсінбей, сенбей жатыр ғой. Балалар. Көмектескен жақсы ғой, ниеттерің дұрыс. Бірақ ақшаны адал жолмен табу керек. Біреуді қорқытып, үркітіп, тапқан ақша ол тонау болып естіледі. Ал сендер есте разамасыңдар. Сендердің басты міндеттерің оқып білім алу. Енді бұдан кейін бұндайларын көрмейтін болайын. Түсіндіңдер ме? Сіздерде кішкене осы мейірімділік болғанда бүйтіп айтпас едіңіздер. Қалайсың, Элеонор? Міне осы ауырып аққан досымыз. Балалар, сендердің атырларың болмайды. Түсінбедім. Несі болмайды? Әдемі ақ, түріміз бар. Қазір мен сендердің достарыңа ақша жинау үшін видео түсірем. Сондықтан түрлердің сәл бейшара етіңдер. Әйтпесе тағы да ойлап қалар, мыналардың ақшасы көп адамдар сияқты деп. Енді жылаңдар. Қалай? Жыламаймын мен. Жылай алмаймын мен. Сен беркеш. Көзің жұм. Ай, үстім отсың. Сен кел. Кел деді. Көзің жұм. Қолыңды тарта, көзіңді жұм. Сен. Мен өзім. Қаттырақ жылаңды. Бастаймыз. Достар, сіздердің мынау балаға көмектеріңіз қажет. Тездетіп ақша жинамасақ, бұл бала өмірден озады. Сондықтан да халық болып, бір болып көмектесейік. Міне, мына балалар, оның достары Жәния, Айбар және Аян. Және мен. Сіздердің де балаларыңыз бар. Сондықтан да атағандарыңызда салыңыздар. Сіздердің көмектеріңіз керек. Болды, қойыңдар, жыламаңдар. Бітті. Бітті, сау болыңдар. Сен ауырма? Қиын екен ғой. Мынау танымал блогер емес пе? Бұл жерде не істеп жүр? Саған ақша жинап жүр. Я, біз бәріміз бірге саған ақша жинап жүрміз ғой. Достар. Элеонор, қасымызға оралуыңды қалаймыз. Бұндай тамаша достарым бар екенін білмеппін. Достар, ниеттерің мен көмектеріңге үлкен рахмет. Бірақ өздеріңді қинамаңдар. Бұйырғаны бар болады. Элеонор, ештеңе етпейді. Біз қолымыздан келетін көмекті аямаймыз ғой. Рахмет, достар. Сәлеметсіздер ме? Жайша шақырдыңыздар ма? Ауырған баланың анасы сіз ба? Иә. Түсінбедім, не болды? Мына екі бала сіздің ауырған балаңызға ақша жинаймыз деп, біздің балаларды бопсалап, ақша талап етіп жүр екен. Мына балдар өз бетімен ондай әрекетке бармайды. Сіз үйреткенсіз. Өзіңізді кім деп тұрсыз? Не деп тұрғаныңызды білесіз ба?
Егер сенбесеңіз, ана ауырып жатқан баламды барып тексеріңіз. Бұл балаларға мен ештеңе дегенім жоқ. Шынымен рас айтамын. Әпкенің кінәсі жоқ. Біз өзіміз көмектескіміз келген. Емін тездетпесе өледі деген соң, біз тездетіп ақша табуға мәжбүр болдық. Сіздерде титтей болса да мейірімділік болғанда ғой. Қазір бүйтіп айтпас едіңіздер. Жүр Жамбыл. Сіздер де түсіңіздер. Балалар жаман емес негізі. Олар адамгершілік тұрғысынан көмектескісі келген ғой. Кто как заработал деньги? Біз блогерге қайырымдылық қорын аштырып, халықтан көмек сұрадық. Бұйыртса ертең жақсы ақша түсетін сияқты. Тамаша. Неге сол біздің ойымызға келмеген? Ақша табу қиын екен ғой. Басын істетсен оңай ғой. Әне танымал блогердің өзі бізге көмектесуде. Отыршы. Ол да қиын соққы болды ғой. Давайте лучше подумаем еще, как можно быстрее заработать деньги. Ертең блогер жақсы ақша жинап беретініне сенімдіміз. Сонда ешқайсысын қиналмайсыңдар. Солай болғай. Мен де өзім жиған телгенімді алып келдім. Досымыз тезірек аяққа тұрып кетсе болды. Бар дүниемді беруге де дайынмын. О, жарайсың, міне бас. Амелия, Еразу, ертең мен сендермен ақша табуға барсам қалай қарсы емессіңдер ма? Жоқ, қарсы емеспіз. Присоединяйся, это наоборот хорошо. Идемте тогда. Адамдардан қалай ақша сұраймыз? Может, если не увидят коробку, сами положат. Онда бәріне қорапты көрсетіп жүреміз ба? Иә. Онда болсаң өзің аш. Яқмет. Себебі сен ғой Иланұрды ұрған. Қойындаршы. Ярасыл, Нұрмұхамед. У меня появилась хорошая идея. Қандай? Идемте. Я Алла, аға. Маған ақша керек еді. Баламның отасына. Я қанша процент болса да берем. Болмай тұрма, жарайды, жақсы. Мен балам отасына ақша керек болып тұрады, ақша бере аласыз ба? Жарайды. Маған сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Жарайды. Помогите, пожалуйста, деньги собрать. Ағай. Ағай, пожалуйста, можете дать деньги? Нам очень нужны деньги. Что нужно? Деньги нужны. Деньги. Ой. Өтінем, Пожалуйста, нам очень нужны деньги. Пожалуйста, Ақша. Апай, өтінем, беріңізші. Ұсташы ма? Пусть. Нормально. Аға. Енді не істейміз? Аға, маған да беріңізші. Алла разы болсын, ағай. Ақша беріңізші. Алла разы болсын. Сен бәрін ала бердің. Ақша беріңізші аға. Алла разы болсын, ал мен. Ярасыл, Нұрмұхамед, у меня появилась хорошая идея. Кеттік. Пожалуйста, можете дать нам деньги? Нам нужно. Рахмет. Үлкен рахмет. Сізге де рахмет, апай. Рахмет. Самас па? Рахмет, апай. Рахмет, апай. Рахмет. Күшті бизнес екен ғой. Аналар кім? Новойдан шыққан қаяшылар ма, немене бөлі? Біз дочка кем алып қой. Жүрші, барып қайтайықшы. Алла разы болсын. Жүрші. Шатат. Дочка, не алашын? Жүрші. Жүрші ана. Мыналардың түрі сұқ қой. Кетейікші.
Сен не істеп жүрсің біздің точкада? Әлде, ақша жинайтын жерлерің жоқ па не? Слушайте, вы что нарываетесь, а? Вам какое дело? Мы собираем деньги на операцию. Нағыл дейді мынау. Біздің досымыздың отасына ақша жинап жүрміз. Сен операцияны қызықтырмайды мысың ба? Өу, қараш. Сенің операция жасайсың ба, досың жасайсың ба, біз қызықтырмайды жүрмін ба? Қақтан шыққан бәлем мұ? Ей, сан, қандай шаруаң бар дейді? Маңқа? Кім маңқа, Сен қойса штас. Оданша наңғараса, қанша байлық бар, Кетана қай, Ол батыр десе, Біздің ақшамыз ғой. Кетей. Біртіндеп тұрып теріп аламыз ғой. Тасташтың. Шашқамыз болды ғой, кеттік. Осы, тоқтай тұрш. Тағы осы жерден көретін бойын, аямайын түсіндер ма? Түсінбеп, аяпсың, да? Яз? Енді қайтем, жиналған ақша осы болып. Аз болу мүмкін емес. Иә, эфиріңізді қаншама адам көрген. Әлде алдап тұрсыз ба? Алдап қайтем. Ақыры белгіш екенсіңдер. Өздерің ақша тауып алмайсыңдар ма? Сенсеңдер де, сенбесеңдер де осы. Енді не істедік? Тезірек ақша тауып керекпіз. Жұмыс істейміз. Барып бетейін ба? Теперь как мы заработаем деньги? Я өмірде неше көп, неше түрлі адамдар бар. Алалы. Алалы. Айтыңдаршы, не болып қалды сендерге? Әлде үйдегілер ұрысты ма сендерге? Наш друг заболел раком. Рак? Его мама не может обеспечить ему операцию, потому что у них не хватает средств для закрытия операции. Мы, как друзья, помогаем, чем можем. Қандай тамаша достарсыңдар сендер. Жарайсыңдар. Қане, бері қарай жүріңдерші. Жүріңдер, қорықпаңдар, жүріңдер. Вау! Олар біз қаржылай көмектесе алмасақ та, мына өнімдерді сендерге сыйлаймыз. Емделіп жатқан достарыңа да алып барыңдар, қуанып қалсын. Керемет! Рахмет сізге, үлкен рахмет сізге. Рахмет сізге. Алло? Что? Как? Кеше желіде күшті жардама жасап едім. Содан сыйақы берген болатын. Я көрдім. Бір баланы науқас деп шықтың ғой. Қанша жинап содан? Ешкімге айтып қойма. Миллиондаған ақша жинап. Оны сол науқас балаға бердім. Есесіне ештеңе алмайым десем де, баланың жақындары шотыма ақша салып жіберіпті. Баланың еміне ақша жетерлі. Қалған өзіңізге алыңыз деп. Қоймаған соң алып қалдым. Сен жақсы адамсың ғой, адамдарға көмектесіп, атсалысып жүресің. Неге өтірік сөйлеп тұрсыз? Ақша үшін адам қадірін төмендеткеніңіз не? Таза алаяқ екенсіз. Сендер кімсіңдер? Мен сендерді танимын ба? Балалар, бұларың не? Ұят емес пе? Кім екенін білесіңдер ме бұның? Білеміз. Бұл таза алаяқ. Бізден ақшаны алып, біздің досымыздың атын пайдаланып, енді 2 есе ақша көріп отыр. Ақшаны қайтарыңыз. Қандай ақша? Неге өтірік айтып тұрсыңдар? Мен сендерді танымаймын. Қазір полиция шақырамыз. Ақшаны қайтарыңдар. Әйтпесе, білгендеріңді істеңдер. Сендерде ешқандай дәлел жоқ. Алло? Я?
Не болды Элеонорға? Неге? Не болды? Не болды? Айтсайшы. Мы не успели собрать деньги на операцию. Қандай өкінішті жағдай. Аны ғой Элеонор. Элеонор? 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 Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Біз сіздердің жағдайларыңызды естіп келіп тұрмыз. Біздің Барака компаниясы жылына бір рет зекет жасап тұрамыз. Сіздер соған сәйкес келіп тұрсыздар. Мынау біздің кішігірім қаржымыз, қажеттеріңізге жаратылыңыз. Алыңыз. Рахмет сіздерге. Енді бүгінге түсінбей білмей тұрғаным. Жоқ, балаңыздың жанашыр достары көп екен. Алғысты соларға айтыңыз. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Ем болсын, жазылып кетіңіздер. Мына біздің кішігірім сыйлық, қабыл алыңыздар. Ой, рахмет. Рахмет сіздерге. Жақсы балағай, жазылып кет. Аман болыңыздар, рахмет сіздерге көп-көп.